Баршаңызға сәлем. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен меренговый рулет рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге алдымен миксеріміздің табақшасына жұмыртқамыздың ағын салып, орташа жылдамдықта жайлап айналдырып аламыз. Одан кейін ақ көпіршік болғанда үстіне қант ұнтағын салып, тағы да орташа жылдамдықта араластырып аламыз. Одан кейін лимон қышқылын, крахмал, кукурузный крахмалды салып, тағы да бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Дәл видеодағыдай. Міне, біздің массамыз дайын. Келесі кезекте формамыздың үстіне пергамент бумагамызды төсеп, оның үстіне дайын болған смесімізді төсеп шығамыз. Асықпай, бір келкі түрде жайып шығамыз шпателіміздің көмегімен. Алдын ала қыздырылған пеште меренгамызды пісіріп алдық. Енді дайын болған меренгамызды пергаменттен ажыратып аламыз. Байқаңыздар, сынып кетуі мүмкін. Өте нәзік корж. Ендігі кезекте креміне кірісеміз. Сливкиміздің үстіне қант ұнтағын салып, орташа жылдамдықта айналдырып аламыз. Солай жылдамдықты арттырып, өте жоғарғы жылдамдықта әппақ көбік болғанша дайындап аламыз. Міне, біздің креміміз дайын. Енді меренгамыздың үстіне бір тегіс етіп кремімізді жағып аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қатырылған жемістерімізбен, болмаса кез келген өз қалауыңызша әсемдеп шығасыз. Менде қатырылған жемістер. Енді дәл видеодағыдай меренгамызды сындырып алмай, бір келкі етіп орап шығамыз. Дайын болған меренгамыздың үстін әсемдеп кремімізді жағып, кез келген жеміс түрін қойсаңыз болады. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Рецепт ұнаса, лайк басып, коммент қалдырып, тіркеліп кетсеңіздер болады. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.